Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен. Бүгін біз ашық сабаққа дайындалуға пайдалы лайфхактар тақырыбын жалғастырамыз. Алдыңғы видеоларды көрмеген болсаңыздар, каналға өтіп қарауларыңызға болады. Каналда сондай-ақ тегін пайдаланылатын жасанды интеллекті түрлеріне оқыту платформаларына шолулар жасалынған. Соларды көрулеріңізге болады. Барлығы да оңай, қарап отырып пайдалануды үйреніп алуларыңызға болады. Бүгінгі видеода біз ең алдымен голограмма жасауды үйренеміз. Ол үшін Talking Code сайтына кіреміз. Әдеттегідей барлық сайттарға сілтемелер видеоның астындағы бекітілген комментарийда болады. Сол сілтемелер арқылы өтулеріңізге болады. Тіркелесіздер сайтқа тіркелгеннен кейін осындай бет ашылады сіздерге. Енді біз бірден осы голограмма жасауға көшейік. Ол үшін создание кода дегенге барамыз. Мұнда сіздің камераңызды ашылып, сіз тапсырма орындатуыңыз керек. Мен мысалы қазір жұмыс парағын орындау бойынша студенттерге тапсырма беремін. Сол тапсырманы голограмма арқылы жұмыс парағына орындататын боламын. Ендеше бұнда екі түрі бар. Біреуінде загрузить файл дегенді басып, алдын ала түсіріп алған видеоны көрсетуге болады, немесе бірден жазып алуға болады видеоны. Мен видео түсірген жоқпын, бірден осы жерде жазып көрсететін боламын. Сол үшін жазуды бастау дегенді басамын. Құрметті студенттер, сіздерге ұсынылған жұмыс парағымен танысып, тапсырмаларды орындаңыздар. Міне осындай қысқаша ғана сөзді жаздым. Енді осы жерде сөзді қайтадан жазуға болады, немесе жаңағы сөйлейтін кодты жасауға болады. Сөйлейтін кодты жасау дегенді басамыз. Міне біздің видеомыз түсіп тұр. Видеоны ойнатып көруге болады. Құрметті студенттер, сіздерге ұсынылған жұмыс парағымен танысып, тапсырмаларды орындаңыздар. Енді код жасауға кірісеміз. Кодтың загрузкасы жүріп жатыр, өздеріңіз көріп отырғандай. Кодтың жұмыс уақыты 7 күнгі уақытқа созылады. Міне бізде код беріліп отыр. Енді біз ол кодпен не істеуімізге болады? Ол кодты біз әрине көшіріп аламыз. Мұнда көшірудің 4 түрлі мүмкіндігі берілген. Бұл екі түрлі мүмкіндік бар. Соны пайдаланып, жаңағы жүктеп алуға болады. Жүктеу батырмасын басамыз. Жүктеп алғаннан кейін ашып қарайтын болсақ, міне біздің кодымыз тұр. Енді осы кодта жаңағы телефоннан, кез келген телефонда штрих-кодты оқитын бағдарламалар бар. Сол бағдарламамен оқып көруге болады. Және де осы кодты, жаңағы жүктеп алған кодты кез келген жаңа буклеттерге, презентацияларға, жұмыс парағына, сабақ жоспарына орнатуға болады. Одан кейін, жаңағы орнатқаннан кейін осы көрсетіліп тұрады. Құрметті студенттер, сіздерге ұсынылған жұмыс парағымен танысып, тапсырмаларды орындаңыздар.
Міне өздеріңіз көріп отырғандай түгелі істеп тұр, жұмыс істеп тұр. Осы штрих-кодты кез келген жаңағы буклетке, презентацияға, жұмыс парағына, сабақ жоспарына, басқа да кез келген жерге орнату арқылы жаңағы оқуға болады. Келесі танысатынымыз ол Flipbook деп аталынатын сайт. Бұл сайтта біз алдымен сайтпен танысып шығатын болсақ, сайтта негізгі біздің бүгінгі жасайтынымыз бұл үшті кітапша жасау, презентацияны пайдаланып үшті кітапша жасау. Негізі бұл сайттың басқа да көптеген мүмкіндіктері бар. Ол үшін біз кеңсе құралдар дегенді ашатын болсақ, мұнда міне PDF пен көп жұмыстар істеуге болады. PDF-ке конвертация жасау, PDF-ті өзге файлдарға, Word-қа, PPT, Excel, PDF суретке конвертация жасау, аудиомен жұмыс жасау, аудионы сығу, дауысын өзгерту, суретпен жұмыс жасау, суреттерді біріктіру, конвертация жасау, видеомен жұмыс жасау, бұнда видеоларды қосу, конвертация жасау, сығу, тағы да басқа түрлері бар. Осы кейін бөлік осы қызметтерге жеке шолу жасалынатын болады. Бүгінгі біздің міндетіміз бұл емес, біздің міндетіміз жаңағы үшті кітапша жасау презентациядан. Ол үшін мен сіздерге бір презентация дайындап қойдым. Міне презентацияны ашып көрсетейін. Міне осындай презентация. Осы презентациядан қазір біз кітапша жасайтын боламыз. Ол үшін закачать дегенді басамыз. Загрузить файл дегенді басамыз. Мұнда үш түрлі бар, қосымша түрлері бар. Сіз сілтемені пайдалануыңызға болады, Google дискіні, басқа да дискілерді пайдалануыңызға болады. Мен бірден жаңағы көшіріп аламын. Міне жаңағы презентацияны көшірдік. Енді міне конвертация жасалынып жатыр кітапшаға. Кітапшаға конвертация жүріп жатыр. Сіздерден сұрайтыным, осы видео қызықты болатын болса, лайк басып, белсенділік танытып, өз пікірлеріңізді жазып қалдыруларыңызды сұраймын. Каналға жазылыңыздар, каналда шыққан жаңа видеолармен танысып отырыңыздар. Міне конвертация жасалынып болды. Енді бұны редакциялау түрлері бар. Мұнда сіз міне титулдық бет бірінші. Бұнда ақпарат сол жақ бетке өтетін болса, осы сол жақ бетте біздің жұмыс үстеліміз тұр. Мұнда кітап туралы ақпарат, одан кейін негізгі баптаулары. Мұнда баптаулардың ағытылып тастаған түрлерін қосуға болады. Мысалы, жаңағы беттің ашылғандығы сылдыры естіліп тұрғанын қалайтын болсаңыз, оны қосып қоюға болады. Қоссаңыз, міне кітапшаны ашқанда кәдімгідей кітап ашып жатқан сияқты сылдырлап шығып тұрады. Егер де бұны алып тастайтын болсаңыз, кітапшаңыз тыныш қана ауыстырылатын болады. Қалған баптаулардың барлығы да түсінікті болу керек деп ойлаймын сіздерге. Мұнда әртүрлі басқа темалар қоюға болады. Басқару бөлігінде біз қосымша қосатын дүниелеріміз болса, соларды қосуымызға болады. Менің дизайным деген бөлікте біз тағы да қосымша дизайндарды жасалып, жаңа PowerPoint бағдарламасында осында әкеліп салуымызға болады. Фирмалық символика дегенде біз өзіміздің жаңағы фирманың немесе оқу орнының логотипін
орната аламыз. Осында мұнда жалпы жаңағы сілтеме арқылы осы парақшамызды, кітапшамызды көруге, сілтеме арқылы көруге мүмкіндік болады. Міне сілтеме арқылы шығып тұр кітапшамыз. Немесе QR код арқылы көруге болады. Одан кейін жаңағы жүктеп алуға болады өзіңізге. Басқа да мүмкіндіктері бар. Сайтқа орнатқыңыз келетін болса, бұнда сайтқа орнату үшін пикселдерін таңдайсыз, қанша пиксель екендігін. Содан кейін WordPress-ке орнатқыңыз келсе, WordPress-ке орнату үшін міне көшіріп ала саласыз пикселдерін таңдағаннан кейін. Немесе жаңағы шығатын терезе түрінде көрсеткіңіз келсе, оны да жасауға болады. Міне мына кодты көшіріп аласыз да, кодты орнатасыз ол үшін. Мұнда жүктеп алудың көптеген түрлері көрсетілген. Мұнда жаңағы әртүрлі форматта сіз жүктеп алуларыңызға болады. Осы кітапшаңызда монетизацияның бізге әзірше қажеті жоқ. Статистика бөлімінде сіз осы өзіңіздің кітапшаңызды қанша адам көргендігін, қалай жұмыс жүргізіліп жатқандығын, қандай бөліктерде көрілгендігін, сол туралы статистикасы осы жерде шығып тұрады. Қолжетімділік бөлімінде сіз қолжетімдігін, жаңағы толық қолжетімдікті беруіңізге болады. Ашық түрде деп таңдаймыз. Сонда сіздікі барлық жерде ашық түрде көрінетін болады. Міне негізгі бұл кітапша бойынша осы үшті кітапша жаңағы ашықтық деген белгіні бұл жерде қосуымыз керек бізге. Сонда кітапшамыз баршаға ашық түрде болады. Міне бүгінгі видеода менің сіздерге көрсетейін деген негізгі екі мүмкіндігім осы. Алдымен жаңағы QR код арқылы сөйлейтін басты жасау, екіншісі редакциялау, кітапша презентацияда кітапша жасау. Сайтқа жазылыңыздар, лайк басып, белсенділік танытыңыздар.